Жаппай тәртіпсіздік кезінде елбұзарлар Жамбыл облыстық полиция департамент ғимаратымен қатар қаладағы бірнеше полиция бөліміне басып кіргені белгілі. Одан бөлек лаңкестер уақытша ұстау изоляторы мен қатаң режимдегі түзету мекемесіне де шабуыл жасағанды. Келтірілген материалдық техникалық шығынның сомасы қанша болмақ? Елді толғандырған осы сауалдың жауабы келесі сюжетте айтылады. Жамбыл облысы бойынша жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген күдікпен 288 адам қамауға алынған. Төтенше жағдай режимін бұзған үшін 114 тұрғынға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабының 1 бөлігінің 10 тармағы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Сот санкциясы бойынша 108 адам әкімшілік қамауға алынған. Рейд кезінде 34 қару мен 43 патрон тәркіленді. Тәркіленген қаруға сот баллистикалық сараптама тағайындалды. Қазіргі уақытта полиция департаментінің әкімшілік ғимараттарын тазалап, қалыпқа келтіру жұмыстары басталды. 3 ғимаратты жөндеуге болжам бойынша 3 миллиард 570 миллион теңге қажет, ал жалпы келтірілген материалдық техникалық шығын 5 миллиард теңге. Қазіргі уақытта полиция департаментінің әкімшілік ғимараттарын тазалап, қалыпқа келтіру жұмыстары басталып кетті. Материалды техникалық шығын көлем шамамен 5 миллиард теңгені құрап отыр. Мынау 4 ғимаратты жөндеуге қанша қаражат керектігі әлі де есептеліп жатыр. Жедел басқару орталығына келетін болсақ, мынау бір қатар бақылау камералары істен шықты. Соған қарамастан басым бөлігі жүйелі түрде жұмыс жасап тұр. Сондықтан да жүргізушілерді жол жүру ережелерін бұзбауды сұраймыз. 102 бойынша қазіргі таңда жүйелі жұмыс жасап тұр. Тұрғындардан хабарламалар қабылданып жатыр.